Менің каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ауылдағы қараусыз қалған үй атты қорқынышты фильм Токабакадан түсіретін боламыз. Ендеше көп сөйлемей кеттік. Ой, бұл жерде не қорқынышты ғой. Адамдардың қабірі қорқынышты. Ой, апай. Мен қатты қорқып тұрмын бұл жерден. Осы үйді сатып алып, осы үйге келіп едім. Иә, осы үйге келген болатынсың. Мен сені білемін. Өтінемін, сіздің түріңізді көрейінші. Жүкеңізді шешесіз бе? Мен бұл жерден қорқып тұрмын. Жүкеңізді киіп алыңыз. Бара беріңізші, өтінемін. Сен әлі білмейсің бұл жерде не бар екенін. Мен бұл жерге жай ғана келдім. Есік, ашыл. Ашылмайды мен. Енді не істеймін? Бұл жерден шыға алмайтын болдым ғой. Жарайды, мен ары қарай комнаталарға барып көрейін. Бұл жер қандай жер? Кіріп көрейін. Жоқ, мен бұл жерден қорқамын. Жоқ. Бұл жер қандай жер? Құтқарыңдар. Мына жерге барып көрейін. Мыналардың сүйектерін шын бе? Жоқ. Бұл жер өте ерекше жер екен, ең жаман жер екен. Жоқ, мен қалай шығамын бұл жерден? Ойлану керек маған. Сүйектер. Қимылдайтын сүйектер. Жоқ, бұл жер қорқынышты. Мыналардың ішінде не бар? Ештеңе жоқ. Есі жоқ, ойыншы көзім теледап кетті ғой. Бұл не? Статының есі жоқ. Бұл жерден қайтып шығамын. Ауылдағы қараусыз қалған үйден қорқып едім. Жарайды, түн болып кетті. Мен бұл жерде ұйқым келіп тұр. Ұйықтап алайын. Мама, қорқынышты қуыршақ. Кет бар. Дили-дили-бом, закрой глаза скорее. Жоқ, қандай дыбыс шығып жатыр бұл жерде? Кто-то ходит за окном и стучит целебом. Кричит ночная птица. Он уже... Бұл жауыз не жүрісіп қалды? Пробрался в дом, где никому не спится. Бұл дыбыс не үшін өшіп қалды? Жоқ, мен қорқып тұрмын, жоқ. Бұл жерге бекер келдім. Жаңағы дыбыс не үшін шықты? Бекер келдім. Ауылдағы қараусыз қалған үйге бекер келдім. Бекер. Алыстан да естіліп жатыр. Мынау не? Тағы да шықты. Закрой глаза скорее. Қандай? Тағы да сол дыбыс шығып жатыр. Сәлеметсіз бе? Жоқ, сен маған жолама.
Сәлеметсіз бе? Мына қуыршақты көрдіңіз бе? Әдемі ғой, иә? Жоқ, ол өте жаман, қорқынышты. Жоқ, өте сүйкімді. Маған қызаған. Жоқ, сен кімсің? Кет, кет. Жоқ, қойшы. Неге болады? Неғып маған жабыса береді? Сен бұл жерге бекер кірдің. Сен бұл жерден тірі шықпайсың. Кім сөйлеп жатқан? Кім? Құтқарыңдаршы, өтінемін мені бұл жерден. Бұл ауылдағы қараусыз қалған үй өте жаман. Ашыңыз есікті. Ашыңыз. Менің әке-шешемді өлтіріп кетті. Кім өлтірді сен әке-шешеңді? Мен. Ашыңыз. Жоқ. Өтінемін, мені біреуін құтқарып алыңдаршы. Бұл жерде телефон бар ма? Не істеймін енді? Енді шығып жатыр. Жоқ, менің даусы шығып жатыр. Телефонды сүйрем келіп. Назымканың ішін ашып көрейінші. Телефон. Алло? Сен бұл телефонды алып тұрсың. Жоқ. Мен өзімнің ата-анамның нөмеріне звондайын. Кім тағы да хабарласа берген? Алло? Мен сені өлтірем. Жоқ. Өзімнің ата-анамның нөмеріне звондайыншы. Неге звондалмай жатыр? Алло, не болды? Алло, анашым. Өтінемін. Мені құтқарыңыздаршы. Қызым, сен қай жердесің? Мен ауылдағы қараусыз қалған үйге кіріп кетті. Өтінемін, анашым, мені құтқарыңыздаршы. Қызым, сен қай жерде екеніңді мен қайдан білем? Ауылда қараусыз қалған үйлер өте көп. Анашым, өтінемін. Мен бұл жерден қорқып жатырмын. Бұл жерде өте неше түрлі жаман дыбыстар және де бір қыз жүр. Қандай қыз? Білмеймін, анашым, кішкентай, бірақ оның түрі өте қорқынышты. Байланыс үзілді ме? Анашым! Не істеймін енді? Құрып кетті. Бұл жерде тығыла тұрайын. Немесе ата-анам келуі мүмкін. Кім келді? Ата-анам шығар. Бірақ олар қалай кіреді? Кетіңдер, жоламаңдар маған, жоламаңдар. Не болды? Жоқ! Айттым ғой, бұл жерден ол тірі шықпайды деп. Менің көмекшілерім оны өлтірген шығар. Достар, біздің ауылдағы қараусыз қалған үй атты фильміміз аяқталды. Сіздермен болған мен және сау болыңыздар. Бұл видео сау болыңыздар. Сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып подписка етуді ұмытпаңыздар. Осы бөлімнің екінші бөлімі тез шықсын десеңіздер, комментарийға жазыңыздар. Сау болыңыздар.